кеш, құрметті көрермендер, эфирде Заң КЗ хабарының кезекті саны. Біз бүгінгі хабарымызда алқабилердің сот жүйесіндегі орны туралы айтамыз. Хабарымыздың бүгінгі қонағы Ақтөбе облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының кеңсе меңгерушісі Мырзалы Шынтас Ильясұлы бүгін студиямызда қонақта. Шынтас Ильясұлы, жоғарыда айтып өткеніміздей, алқабидің біздің сот жүйесіне енгеніне біраз уақыт болды. Бірақ өзінің оң нәтижесінде беріп жатыр деп айта аламыз. Жалпы алқаби дегеніміз кім? Алдымен осыған тоқталайықшы. Алқаби дегеніміз тақырып, ол қысқаша бір сөзбен айтуға келмейді. Тақырып ол келе жата ашылар. Алқабилер ол ұлтына, нәсіліне, әлеуметтік жағдайына, тұрмысына, жынысына қарамай, белгілі бір қылмыстық іс бойынша сотқа қатысу үшін шақырған, және де сотқа ант берген адамды алқаби ретінде айтамыз біздер. Алқабиді кім шақырады сотқа? Алқабиді шақырғанда, алқабиді оның өзінің реті бар шақыратын. Алқабиді біздер Ақтөбе облыстық соты 1 қыркүйекке дейін Ақтөбе жергілікті атқарушы органы, яғни Ақтөбе облыстық әкімдігіне немесе өзге қалаларда оған теңестірілген әкімдіктерге хат жолдаймыз. Алқабидің тізімін беру жөнінде жергілікті атқарушы органдары біздің сұранысымызды 3 күннің ішінде қанағаттандырып, 3000 адамның тізімін бізге береді. Сол тізімнен біздер алқаби таңдаймыз. Әрине, таңдаған тұста өзінің критериялары бар шығар, біз оған қазір хабарымыздың барысында тоқталамыз. Жалпы алқаби институты елімізде қашан пайда болды, тарихына тоқталайықшы? Алқаби институты біздің елімізде 1998 жылы пайда болды заңнамада, бірақ өз алдына заң болып 2006 жылы қабылданды. 2007 жылы Қазақстан Республикасында ең бірінші алқабилердің қатысуымен сот отырысы өтті. Өзіңіз білетіндей, 2011 жылы Қазақстан Республикасы еліміз, яғни Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық еліне төрағалық етті. Сол төрағалық етудегі ең бірінші бас талаптардың бірі осы қолданыстағы заңнамамызда алқаби институты болу керек. Яғни бұл дамыған елдердің тәжірибесінде бұрыннан бар. Тәжірибесінде бар. Өйткені біздер ТМД мемлекеттердің арасында бұл институтты елімізге 3-ші еліміз қабылдаған. Ең бірінші Ресей Федерациясы, 2-ші Молдова Республикасы, 3-ші біз. Алғашқылардың бірі болып қабылдап отырмыз, алқабилер? Әрине алғашқылардың бірі. Алқабиге кандидаттар қалай іріктеледі? Алқабиге жаңа айтып өттім ғой, 3000 адам бізге тізім бойынша береді деп. Оның ішінде біздер белгілі бір қылмыстық іс бойынша, яғни төрағалық етуші судья қаулы шығарғаннан кейін алқаби тізімін жасатау туралы қаулы шығарады. Ол біз қаулыны орындау мақсатында жаңағы 3000 адамның ішінен кездейсоқ 150 адам таңдаймыз. Кездейсоқ таңдайсыз? Кездейсоқ таңдаймыз. Сол 150 адамға біздер хабарлама жолдаймыз. Алқаби ретінде қатысуға біз шақырамыз. Сол 150 адамның барлығы бірдей келе бермейді, өйткені әркімнің жағдайы әрқалай, біреу елде болмайды, біреу қалада болмайды. Сол келген адамдардың ішінен іріктеу болу үшін кемі 25 адам болу керек. Сол 25 адамның ішінен прокурор 25 адамның ішінен таңдап, нақты алқабиге кандидат ретінде 17 адам тіркейміз. 17 адамның ішінен мемлекеттік айыптаушы өзінің себепсіз 2 адамын алып тастай алады. Сотталушы мен қорғаушы өзінің таңдауы бойынша ол да себепсіз 3 адамын алып тастай алады. Сонда бізде 12 адам қалады. Сол 12-ның ішінен 10-ы алқаби болады, 2-і қосымша қосалқы құрамда отырады. Егерде 10 жаңағы басты құрамнан 10 алқабидің ішінен біреуі отбасылық жағдайы болсын, немесе денсаулық жағдайы болсын, қатыса алмайтын болса, сол жаңағы запастағы 2 адамды орнына отырғызамыз. Алқабилерге қойылатын шарт бар ма? Ол адамның жоғары білімі болуы керек, немесе жас шамасы деген принциптер әрине, ол оның барлығы заңмен реттелген. Алқабиге қойылатын талаптар жасы 25-ке толған, және 65-тен аспаған. Жоғары білім болу міндетті? Жоғары білім болу міндетті емес. Денсаулығы жаңағы жатамыз, психикалық аурулармен ауырмайтын, әрекет қабілетке кез келген адам тізім бойынша бола алады.
жоғарыда айтып өттік, біздің еліміз ТМД елдері ішінде алғашқы үштікте дәл осы алқабилер институтын енгізіп отырған елдердің біріміз деп, сот жүйесіне. Жалпы алқабилер соты бізге не үшін қажет, неге енгіздік? Алқабилер бізге бұл әлемдік тәжірибеде бар. Өткен демократиялық мемлекеттердің бұл кәдімгі жүйелі түрде қолданатын институты. Бұл бізге қарапайым халыққа не береді десек, бұның берері өте мол. Ол халықтың заңдық тұрғыдан сауатын ашқанда да, халықтың сотқа деген сенімін білдіргенде де бұның рөлі өте күшті. Өйткені бізде мысалы алқаби ретінде адамдар қатысады. Қатысқаннан кейін бізге өзі хабарлап жатады. Біздер осындай деңгейде сот отырысын өтетінін біз білмеппіз. Осындай жауапкершілікті сезінбеппіз бұған дейін. Өйткені адам тағдыры бар ғой орада. Біздің сотта мысалы 8 жылдан жоғары үкім бойынша кінәлі танылса, 8 жылдан жоғары жазалар тағайындалады. Соны тағайындаған кезде оның жауапкершілігін өте жоғары екенін түсіндіріп отырады. Кәдімгідей алғысын айтып, көп нәрсе үйрендік. Біздің тәжірибемізде бұл өте үлкен бір тәжірибе болды өмірімізде деп өзінің пікірлерін айтатын алқабилер болды. Ал енді сот жүйесінде мемлекеттік айыптаушы бар, соттың шешімі бар, сот өзінің шешімін көрсетеді. Осы тұрғыда осы алқабилердің рөлі қандай болады? Соттың шешіміне қаншалықты әсер ете алады деген сұрақ туындайды. Алқабилер бұл мысалы бұрадағы ең басты ерекшелік, алқабилер ол арнайы заңдық білімі жоқ адамдар. Burada мемлекеттік айыптаушылар өзінің жаңағы сотталушының айыбын кәсіби тұрғыда дәлелдеу керек алқабилерге. Ал адвокаттар мен қорғаушы және сотталушы бұл жаңағы өзінің қарамағындағы адамның кінәсі екенін алқабилерге дәлелдеу керек. Сосын сот отырысы, жаңағы сот жарысөз аяқталғаннан кейін барлық жаңағы төрағалық етуші алқабилермен бірге кеңес бөлмесіне көшіп дауысқа салады. Сол жалпы дауыстың басым көпшілігімен адамның кінәлі кінәсіздігі айқындалады. Яғни бұл жерде соттың шешімі дайын тұрғанның өзінде де алқабидің рөлі үлкен болып тұр ғой. Соттың шешімі дайын болмайды. Бұған дейін жасалады, бұның барлығы. Соттың шешімі бұл тек қана кеңес бөлмесінде дайын болады. Жаңағы сол алқаби, сол сотпен төрағалық етуші судьямен бірге барлығы 11 адам болып, басым көпшілікпен жаңағы егерде кінәлі болса, немесе кінәсіз болса, не ақталады, не сотталады деген сияқты мәселелер қарастырылады. Алқабилер кез келген адам бола алады деп айтып қалдыңыз жаңа. Осы тұрғыда сотталушыға белгілі бір танысы, не туысқаны болып шығуы да әбден мүмкін ғой. Мұны екі жақта, екі тарапта білмеу мүмкін. Осы тұрғыда бұл сот процесі жүргізе ме, әрі қарай әлде тоқтатылып, алқабилер өзгертіле ме? Жаңа біз айтып өттік қой, іріктеу болады деп. Іріктеу 4 кезеңнен тұрады мысалы. Ең бірінші төрағалық етушінің судья сұрақтары болады. Жасына, сот тілін меңгеруіне байланысты, егерде сот тілін меңгермеген, жас сәйкес келмеген адамдар болса, немесе мемлекеттік қызметкерлер болса, олар алқаби ретінен алып тасталады. Және екінші кезеңде мемлекеттік айыптаушыға болсын, сотталушыға болсын, немесе адвокаттың туыстық, егжаттық тіпті қатынастарын анықталады. Оның барлығы егерде анықталған жағдайда ол алқабилер қатарынан шығарылады. Алқабилердің тәуелсіздігіне қандай кепілдіктері бар? Алқабилердің тәуелсіздігіне олар біздерде судьялардың тәуелсіздігімен толық тәуелсіз деп айта аламыз. Толық тәуелсіз. Өйткені ол іс қараған кезде төрағалық етушінің жаңағы құқығы бірдей. Өйткені олар судьялардың тәуелсіздігімен кепілдігі жаңағы тәуелсіздігі қандай болса, бұлында алқабидің да сондай кепілдікпен қарастырылған. Өйткені оның өзіне, немесе отбасы мүшелеріне, немесе бір мүлкіне белгілі бір іс бойынша жаңа алқабилерге қауіп төнетін болса, онда бұл заңдық барлық нормалармен қорғалады. Енді алқабиге осы өз міндеттерін атқару барысында кедергі келтіретін тұлғалардың жауаптылығы қандай болмақ деген сұрақ туындайды? Ондайлар кейде болып тұрады. Өйткені алқабидің өзінің қызметін атқару барысында қызметіне кедергі келтіретін тұлғалар Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 436 бабында қылмыстық теріс қылық қарастырылған. Оның жазасы 80 айлық есептік көрсеткіш, немесе 80 сағаттық қоғамдық жұмыс тартылуы мүмкін, немесе 20 сағаттық
қамаққа алынуы мүмкін. Қандай жағдайда бұл мысалы? Егер де алқабиді мысалы басшысы оны жұмыстан жібермей қойса, алқабиге сот процесіне, өйткені ол жаңағы сол адамға байланысты бүкіл сот процесі, біздер алдын ала тағайындап уақытын белгілеп сотқа шақыру қағазын береміз. Алқаби ретінде танылды, антын қабылдады, барлық процедураның бәрін өтті. Алқаби ретінде енді ол өзінің сотқа қатысып бағасын беру керек. Сол кезде егер де жұмыс беруші тарап өзінің қарамағындағы жұмысшыны, оған бір ғана мысал ғой, егер де жібермей қоятын болса, егер де осыны кедергі келтірген жұмыс берушіге, әрине, жаза қолданылады мұндай жағдайда. Бір алқаби қанша сот процесіне қатыса алады? Жалпы шектеу бар ма мұндай? Шектеу бар. Ол алқаби бір сот отырысына қатыса алады, бір процеске болғанда, бір қылмыстық іс бойынша қатысып шыға алады. Екінші, осы жылда, бір жылда 2 рет іске қатыса алмайды. Бір жылда қатыса алмайтын жағдайда бір процеске келу еңбек ақысы қалай төленеді? Бір процесс, ол бір қылмыстық іс бойынша сот отырыстары бірнеше процестен тұруы мүмкін. Созылып кетуі мүмкін. Созылып кетуі мүмкін. Оның еңбек ақысы ол да заңмен белгіленген. Бір жылдық өтілі бар аудандық судьяның, аудандық немесе оған теңестірілген соттың судьясының жалақысының жартысы төленеді. Кәдімгідей ол кісілерге де табель жасақталып, 8 сағаттық қойылып, жаңағы соттың материалдық, жаңағы бізде соттар әкімшісі бар ғой, соған біз бухгалтерия кәдімгідей жіберіп, ақы төленеді. Алқаби боламын деушілердің қатары қандай? Қызығушылығы жалпы біздің қоғамда бар ма? Қызығушылық енді болып тұрады, әрине, ол бірақ өте көп емес, белсенділік өте төмендеу, бірақ белсенді тұлғалар кездесіп тұрады. Кәдімгідей біздер алқаби немқұрайлы қарамайтын, немқұрайлы қарамайтындар бар. Міне жақында ғана мысалы бізде қазір алқабимен қатысумен бір қылмыстық іс болып жатыр. Сонда бір алқабиіміз кәдімгідей күнде процестің алдында звондап, өзі бүгін процесс бола ма, кәдімгідей жауапкершілігі өте күшті. Оның алдында да белсенділік танытып, мен қатысу керек, мен болу керек. Өйткені ол барлық критерий талаптарға жаңағы заңда көрсетілген сәйкес келді, оның иелері. Сондықтан ол өзінің азаматтық белсенділігін танытты деп айтуға болады. Жалпы бұл азаматтық белсенділік кез келген біздің Қазақстанның азаматында болу керек сияқты. Әрине. Солай ғой. Осы тұрғыда сот процесі барысында мемлекеттік айыптаушыны айтпағанда, немесе сотты айтпағанда алқабидің сөз сөйлеуге құқы бар ма? Алқабидің сот отырысында сөз сөйлеуге құқы жоқ. Алқаби сотталушыға немесе жәбірленушіге қоятын сұрағын қағазға жазып, төрағалық етушіге береді. Хатшы төрағалық етушіге апарып беріп, төрағалық етуші алқабидің жаңағы несін оқып, атын аттап, сұрағын жеткізеді. Яғни өзінің сауалын қағаз жүзінде беруге мүмкіндігі бар дейсіз. Алқабилердің институтының болашағы қандай деп ойлайсыз? Менің жеке пікірім, алқабилер институты қазір уақытта тек қана біздің елімізде аса ауыр қылмыстарға байланысты, онда да барлық баптар емес, қаралып отыр. Болашақта меніңше оның алқабидің рөлі өте жоғары. Менің ойымша, өзім жеке пікірім, өткені жаңағы сот жүйесі өте мықты бір реформаларын өтіп жатыр қазір уақытта. Менің ойымша, осы алқабилер болашақта, қай уақытта екен бірақ белгісіз, ауыр қылмыстар қатарынан да көріп қалуы мүмкінбіз. Енді бұл 15 жыл, соңғы 15 жылда міне алқабилер институтын дамытып жатырмыз. Соңғы 5-6 жылда бізде медиация дамып жатыр, өзіңізге белгілі. Енді осы алқабилер мен медиация жұмысының ара-жігін ажыратып беріңізші. Медиация бізде тараптардың татуласымен болады ғой. Ол негізінен ауырлығы онша ауыр емес, немесе ауырлығы орташа қылмыстарға жүргізіледі. Өйткені медиация бар кезде тараптар белгілі бір өзінің бір-біріне кешірім беріп, немесе жаңағы келген залалдың орнын өтесе, ол қылмыстық іс өндірістен қысқартылуы мүмкін. Ал біздің жағдайымызда бұл аса ауыр қылмыстық істер, ол тараптардың келісімімен қылмыстық іс қысқартылмайды. Өйткені бізде алқабилермен медиация жасалмайды. Қандай жақтан екі тараптан кешірім болған жағдайдың өзінде қылмыстық іс қысқартылмайды, қысқартылмайды, ол тек қана жағдайын жеңілдететін мән-жайлар ретінде қарастырылады. Бірақ та негізінен алқабилердің қатысуымен қаралатын істер, олар егер де сотталушы өзінің кінәсін мойындамаса қылмысын, сол уақытта тартылады алқабиді.
бір жылдан бері жалпы әлемде, елімізде пандемия өзіңізге белгілі. Осыған байланысты қазір сот жүйесіндегі процестердің басым көпшілігі дейміз, бұл онлайн режимде өтіп жатыр. Осы тұрғыда кеңсе жұмысында қандай өзгерістер орын алып жатыр? Кеңсе жұмысында бізде жаңағы гибкий график дейміз ғой. Жұмысшыларымыз гибкий графикпен жұмыс істейді. Олар жұмысы бар кезде жұмысқа келеді. Былай уақытта жұмыстан босатылған. Және де қазір негізінен процесстердің көбі онлайн жүйеге ауысты. Осыған байланысты кеңсенің жұмысында бұрынғыдай 8 сағаттық жұмыста отыру міндетті емес. Осы орын алған пандемияға байланысты сол гибкий графикпен жұмыс істеп келе жатырмыз. Біз осы онлайн сотқа қаншалықты дайын болдық? Біз бұған дейін де сот жүйесіндегі жаңа реформалар орын алды ғой. Смарт сот деп жатамыз, электрондық сот деп жатамыз. Осы тұрғыда біз қаншалықты дайын болдық деп айтамыз? Көш келе түзеледі деген сөз бар ғой. Ең бірінші әрине қиыншылықтар болды онлайн кезінде. Жаңағы әлеуметтік желілердің жаңағы сет дейміз ғой. Сеттің тапшылығы, процесстердің жаңағы үзілуі, ондай мәселелер әрине болды. Кейіннен бірнеше бағдарламалар ойлап табылды. Мысалы, ВКС дейміз, Трюков программасы, Zoom бағдарламасы, WhatsApp желісі деген сияқты барлығын қорыта келе, біздер кейіннен кәдімгі күнделікті онлайн процесімізді біздің бір күнделікті қарайтын процесіміз сияқты болып кетті. Тіпті пандемия аяқталған жағдайдың өзінде кейбір процестерді сол жүйеде онлайн режимде қалдыруға әбден болады. Онлайн режимге қалдыруға болады, өйткені егерде куәгер, қылмыстық іс бойынша куәгер өзге қалада болатын болса, ол кісінде бізде онлайн қоса аламыз. Тиімді жалпы былай әрине оны жаңа жол шығынына келтірмей, ол кісі өзге қалада болса да, немесе тіпті өзге мемлекетте болса да, сотқа онлайн емін-еркін шыға алады. Электронды сот деп жатырмыз ғой, қазір көптеген дүниелердің барлығы электронды форматта қабылдайды. Тіпті арыз шағым бергеннің өзінде біз үйде отырып жолдауымызға әбден болады. 100% көше қоймаған шығармыз, иә? Электронды біздер 100% көшкен жоқпыз. Әрине, бірақ біздер барлық электроннан түсетін құжаттардың бәрін қабылдап тіркейміз. Және ол жөнінде, тіркелгендігі жөнінде хабарлама беріледі. Смарт сот қандай өзгешеліктер болып жатыр бүгінгі таңда? Смарт сот дегеніміз сол онлайн сот. Өзгешелік осы пандемия кезінде болды. Өте барлығымыз бірден жаңағы пандемия болды да, бірден көшіп кеттік онлайнға. Сол кезде смарт сот бірақ пандемияға дейін болды. Болды ВКС қой, сол жаңа видеоконференция дейміз ғой. Оған дейін болды, бірақ ол осыншалықты жетілген жоқ. Кейін пандемияның тез жүруіне әсер етті дейсіз ғой. байланысты ол смарт сот кәдімгідей біздер көшіп кеттік деп айтуға болады. Сот жүйесі үнемі жаңарып отырады, жаңа реформалар қолданылып отырады. Жоғарыда өткеніміздей соңғы жылдардағы осы смарт сот дейміз, түнгі сот деп жатамыз, үлкен дүниелер орын алып жатыр ғой. Қазіргі таңда жаңа қандай реформалар орын алып жатыр бүгінгі таңда? Қазіргі уақытта бізде өте реформалар өте көп. Мысалы, кеше ғана бізде жаңағы е-өтініш деген бағдарлама пайда болды. Ертең 1 шілдеден бастап іске қосылады. Ол е-өтініште адамдар кәдімгі өзінің электронды қолтаңбасы арқылы сотқа өзінің өтінішін бере алады. Яғни қағаз алмаспаймыз. Біздер электронды өтініш түседі. Біз электронды өтінішті электронды түрде жауап береміз. Ол жөнінде бірден және де жаңағы арыз немесе шағым берген адамдардың ұялы телефонына өтініштің жаңағы стадиясы дейміз ғой. Үйден көріп отыра алады, иә? Біз хабарлама беріп отырамыз SMS-мен. Өндіріске қабылданды, осындай жауап жолданды деген сияқты біздер бұл бұйырса болашақта осындай хабарлама беретін боламыз. Пандемияға байланысты арыз шағым түсірушілер азайды ма, көбейді ма, жалпы сот процесінде де мұндай өзгерістер орын алды ма? Мен өзім нақты өзіміздің қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына байланысты айтатын болсам, 2020 жылға қарағанда 2021 жылы шамалы қылмыстар көбейіп тұр. Қандай қылмыстар? Біздер аса ауыр қылмыстар қараймыз негізінен, жаңағы адам өлтіру, жаңағы есірткіге қатысты, және де жаңағы нәпсіқорлық сипаттағы қылмыстар, терроризм, сол сияқты аса ауыр жаңағы жазасы аса ауыр болған, аса ауыр 8 жылдан жоғары тағайындалатын жазаларды біз қараймыз. Осы уақытта шамалы қылмыстарымыз көбейіп тұр, соған байланысты әрине арыз шағым болғанда арыз шағым түспегенмен, бірақ өтініштер түсіп тұрады өте көп.
Қорыта келсек әңгімемізді алқабилерге қайта оралатын болсақ, жоғарыда айтып өткеніміздей, алқаби институты өте қажет, дамыған 30 елдің қатарына кіреміз деген тұста біз әрине сот жүйесінде барлық жүйе заман ағымына сай қарқынды дамып отыру керек. Осы тұрғыда болашағы әрине зор болады, барлық процестерге қатысу барысы шектелмейді, өмірі де ұзарады деген ойдамыз. Дегенмен алқабилердің жұмысына бүгінгі таңда қол байлау болып отырған, қиындық әкеліп отырған дүниелер не деп айта аласыз? Алқабилерге ондай бізге қиындық туып тұрған жоқ. Burada тек қана халықтың сауаттылығын шамалы ашу керекпіз. Халық белсенді түрде қатысса, ондай ешқандай бір кедергі келтіретін алқабидің қатысуына. Өйткені алқабидің қатысуы тек қана сотталушының өтінішімен ғана жүзеге асырылады. Егер де сотталушы жаңағы бізде алдын ала сот тыңдауы деген бар, осы аса ауыр қылмыстар бойынша міндетті түрде өткізілетін. Бұл жаңа сотталушының пікірін білу үшін, егер де өзінің қылмыстық істі өзіне қатысты нақты бір қылмыстық істі алқабилердің қатысуымен қарауға өтініш жасаса, біз оны міндетті түрде орындаймыз. Соған сәйкес алқабилердің өміршеңдігі ұзақ болады деп ойлаймын. Өйткені адамдардың барлығы бірдей қылмыстарын мойындамайды. Әрине ол өзінің құқығы. Бізде кінәсіздік презумпциясы дейтін бар. Оның қылмыстың бәрі сотта дәлелденеді, сотпен баға беріледі. Соған нүктен сотқа сот қоятын болғаннан кейін адамдардың алқаби бұл адамдардың үмітін оятатын, үміт әкелетін, бір сенім білдіретін, бір өте бір сондай институт деп айтуға болады. Сондықтан бұның өміршеңдігі ешқашан тоқтамайды. Бұл оның үстіне қарқынды даму үстіне дамуда болады деп ойлаймыз. Бірақ кейбір жағдайда бола ма сотталушы алқабидің жұмысынан бас тартады? Құқығы бар ма сотталушының? Әрине, кез келген сотталушының барлық құқығы бар. Алқаби бірақ ондай бізден тәжірибеде болған жоқ. Сотталушының алқабиден бас тартқанды бірінші таңдап, кейін алқабиді бас тартқан туралы. Олай болса әңгімеңізге рахмет. Құрметті көрермендер, Заң KZ хабарының кезекті саны осымен аяқталды. Бүгін біздің хабарымызда қонақта болған Ақтөбе облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының кеңсе меңгерушісі Мырзалы Шынтас Ильясұлы болған еді. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.